Лекция 5. Педагогикалық ұжымдағы өзара әрекеттесудің психологиялық аспектілері. Ұжым дегеніміз адамдардың жай ғана жиынтығы, немесе кездейсоқ топтаса салуы емес, ол жалпы мақсатқа жетуді алға міндет етіп қойған, қоғамға пайда тигізуге ұмтылушылардың бірі. Макаренко. Сухомлинский балалар ұжымын дамыту теориясына айтарлықтай үлес қосты. Оның пікірі бойынша әрбір бала тәрбиесі ұжымда негізгі тәрбие құралы болды. Балалар мен тәрбиешілер арасындағы қарым-қатынас ұжымдық қатынастың даму процесі. Макаренко ұжымда жеке адамды тәрбиелеудің бірізді педагогикалық теориясын жасады. Оның идеялары осы уақытқа дейін құндылығын сақтауда, және іс-әрекеті, қарым-қатынас дәстүр сияқты тәрбие проблемалары ұжым өмірінде шығармашылық дамудың негізі болды. Крупская тұлғаның дамуы мен қалыптасу ортасы ұжым деп атады. Мектептегі қоғамдық ұйымдарға, олардағы балалардың қарым-қатынастарына үлкен мән берді. Луначарский жаңа адамды қалыптастырудың негізгі жағдайы ұжым болады деді. Оның айтуынша адамды тәрбиелеу демек ол адам біздің заманымызда ұйымшыл қоғамдық мүддені жеке басының мүддесінен жоғары санайтын болуы тиіс. Өзара әрекеттесу дегеніміз не? Джордж Мят, американдық әлеуметтанушы және философ, 1960 жылдары өзара әрекеттесу тұжырымдамасын енгізді. Мят бір адамның екіншісін түсінетініне сенді. Оның не істейтінін, оның қандай әрекеттерін түсіну маңызды. Өзара қарым-қатынас бұл адамдар арасындағы өзара әрекеттесу. Соның ішінде бірлескен қызметте өзара әсер ету. Өзара әрекеттесу кезінде тәжірибе пікір алмасу, өзара түсіністікке қол жеткізу, жоспарлаудың немесе стратегияның бірыңғай желісін құру, серіктес орында болуы, тиімсіз өзара әрекеттесу, қақтығыстар мен бәсекелестік жағдайында. Психологиядағы өзара әрекеттесу. Адамдармен қарым-қатынас жасаудың алғашқы моделі бұл отбасы. Отбасы шеңберінде қарым-қатынас кезінде бірлескен әрекеттер жағдайында баланың бірлікке айналады. Жеке тұлға өздерін басқалар қабылдаған призмасы арқылы және оның қызметіне жауап ретінде туындайтын мінез-құлық реакциялары арқылы қалыптасады. Психологиядағы өзара әрекеттесу Мид көзқарасына негізделген тұжырымдама және мінез-құлық шеңберінен шыққан символдық өзара әрекеттесу теориясы. Қазіргі психологияда қарым-қатынас өзара әрекеттесу ұғымының синонимі ретінде қарастырылып, табиғи және әлеуметтік құбылыстардың әртүрлілігін сипаттауда қолданылуда. Ажеговтың сөздігінде өзара әрекеттестік бұл екі жақты да қамтитын екі құбылыстың өзара байланысы деп түсіндірілген. Өзара әрекеттестік субъектілерінің бір-біріне жанама және тікеліндей әсер етуінің нәтижесінде адамдардың бір-біріне өзара қарым-қатынасын қалыптастырушы үрдіс. Петровскийдің тұжырымдауынша, адам қандай да бір әрекетті жүзеге асыруда өзге адамдардың белгілі бір байланыс жүйесіне объективті түрде енеді. Сонымен кез келген әрекеттестіктің мазмұны байланыс ауысын, ақпаратпен, заттармен, әрекетпен алмасу және өзара әсер ету болып табылады. Білім беру жүйесі білім беру процесінің барлық субъектілерінің өзара әрекеттесуін қамтамасыз етеді. Ол ортақ мақсатпен қамтамасыз етіледі, бірақ жүйе ішінде оның жекелеген элементтері өзара әрекеттесу және жұмыс істеу ережелеріне бағынады. Бұл жағдайда өзара әрекеттесудің екі жағы да тиімді жұмысқа, сондай-ақ жанжалды жағдайлардың дамуына әкелуі мүмкін. Адамдардың өзара әрекеттесуінің негізгі формалары. Бірінші, ынтымақтастық, ортақ мақсат және топқа жату қажеттілігі. Ортақ мақсат адамдарда жылы сезім тудырады. Екінші, бәсекелестік адамдардың белсенділігін арттырады. Бұл еңбек өнімділігінің артуына әкеледі. Бейімделу адамдарды басқа адамдарға және әлеуметтік топтарға шыдамдылықпен қарауға шақырады. Үшінші, конфликт бұл қарама-қайшылық шыдамдылықпен қарауға шақырады. Үшінші, конфликт бұл қарама-қайшылық пен күрес, бірақ әртүрлі формада көрінеді. Өзара әрекеттестіктің екі жағы бар. Бірінші, кооперация қатынас процесі. Қатысушылардың біртұтас күштерін үйлестіру жүзеге асырылатын қарым-қатынас. Екінші, бәсекелестік бұл бірлескен іс-әрекеттің өзара әрекеттесуге кедергілердің әлсіреу процесі. Өзара әрекеттесу түрлері. Ынтымақтастық, өзара көмек. Қарсыласу, қарсылық, қақтығыс. Үйлестіру, күш-жігерді үйлестіру. Компромисс, өзара жеңілдіктер негізінде өзара әрекеттесу. Бәсекелестік. Бағыныштылық, өзара бағыныштылық. Сәйкестік, көпшіліктің ықпалына бағыну. Бас тарту, өзара әрекеттесуден аулақ болу. Өзара әрекеттесу процесінің принциптері. Серіктестік, диалогтылық, бір-бірін толықтыру, сабақтастық. Өзара әрекеттесу технологиясының және бірлескен іс-әрекеттің принциптері. Бірыңғай мақсат қою, міндеттерді бөлу, өзара жауаптылық, өзара бақылау, түпкілікті нәтижеге бағдарлану.
Осылайша мұғалімдердің өзара әрекеттесуінің дамуы олардың бірлескен іс-әрекетін ұйымдастыру процесінде ұжым жұмысы барысында жүзеге асады. Оның тиімділігі келесі жағдайларда артады. Өзара әрекеттесуші тараптардың бірлескен жұмысқа деген оң көзқарасы қалыптасады. Олар оның мақсаттарын түсінеді және одан жеке мағына табады. Іс-шараларды бірлесіп жоспарлау, ұйымдастыру және қорытындылау, рөлдер мен функцияларды мақсатқа сай бөлу жүзеге асырылады. Іс-әрекет түрлері мен әдістерін еркін таңдау жағдайлары жасалады. Жұмыстың ұстанымы мен стилі іс-әрекетке қатысушылардың өзін-өзі жүзеге асыруына және өзін-өзі көрсетуіне ықпал етеді. Білім беру жүйесі білім беру процесінің барлық субъектілерінің өзара әрекеттесуін қамтамасыз етеді. Ол ортақ мақсатпен қамтамасыз етіледі. Бірақ жүйе ішінде оның жекелеген элементтері өзара әрекеттесу және қызмет ету ережелеріне бағынады. Мұнда мұғалімдердің тиімді өзара әрекеттесуіне ықпал ететін бірнеше ережелер берілген: құпиялылық, ұқыптылық, сыйластық, өзін-өзі сынау және мақсаттылық. Ұқыптылық, латынша пунктум нүкте. Ережелерді жүйелі түрде сақтай отырып, аса ұқыптылықты білдіретін адамның мінез-құлық қасиеті. Орыс тілінде ауызекі сөйлеуде ол әдетте өз міндеттемелерін уақытында орындау қабілетін сипаттайды. Мысалы, белгіленген уақытта пайда болады. Іс-шараның басына келу маңызды. Театрда мысалы 3-ші қоңыраудан кейін кіруге рұқсат етілмейді. Қатысушылардың кешігуі оқу үдерісін бұзады және оның тиімділігін төмендетеді. Егер сіз жұмысқа уақытында келе бастасаңыз, іскерлік қарым-қатынаста ұқыпты болсаңыз, онда сіздің кәсіби біліктілігіңіз одан да құнды болады. Ұқыптылық адамның өзіне деген сыни көзқарасынсыз мүмкін емес. Келесі, өзін-өзі сынау. Өзін-өзі сынау өзіне деген сыни көзқарас, тұлғаның дамуындағы негізгі қозғаушы күш. Барлық адамдар мәселенің шешімін іздейді. Үлгермеушіліктің себептерін өз-өзіне көңілі толмайтын адамдар өз қателіктері мен кемшіліктерінен көруге бейім. Бұл оларға жұмылдыруға және кез келген тапсырманы орындауға мүмкіндік береді. Өз қателігін мойындай білу жеткілікті жоғары бағаланады. Әртүрлі жағдайларда өзін және өзінің іс-әрекетін байсалды бағалау бұл сіздің қателіктеріңізді көруге мүмкіндік беретін ақыл мен оларды мойындауға мүмкіндік беретін батылдықтың үйлесімі. Әр адамның кемшіліктері бар. Егер сіз өзіңіздің кемшіліктеріңізді артықшылықтарыңыздан басқа мойындай бастасаңыз, онда сіз не болып жатқанын бағалауда объективті бола бастайсыз. Кәсіби маман ретінде сіздің сенімділігіңіз арта түседі. Өз бойыңыздағы кемшіліктерді өз бетінше анықтау өте қиын. Ол үшін сырттан көмек қажет. Дегенмен кемшіліктерді анықтауда сын мен достық қолдауды ажырата білуге үйрену керек. Өзіне деген сыни көзқарас басқа адамдармен қарым-қатынаста объективті болуға және олардың еңбегін атап өтуге көмектеседі. Сыйластық бұл басқа адамдардың шекараларымен және мүдделерімен санасу, олардың қадір-қасиетін көру және мойындау, даралығын байқау, қарым-қатынастың әлеуметтік рұқсат етілген форматын сақтау, моральдық және физикалық зиян келтірместен өзара әрекеттесу қабілеті. Бұл басқа адамның іс-әрекеті мен мінез-құлқын, мәлімдемесін, тіпті оның уәждерімен бөліспесек те үкімсіз қабылдай білу. Әр адамның құрметтейтін қасиеті бар. Бұл қасиеттер сіз үшін дамудың бағдары бола алады. Сонымен қатар құрметтің өзі сіз құрметтейтін қасиеттердің дамуына ықпал етеді. Егер сіз айналаңыздағы жағымды қасиеттерді байқай бастасаңыз, онда сіз олармен байланыс орнатып, қарым-қатынас жасай аласыз. Жағымпаздықпен шатастырмаңыз. Сыйластық бұл адамды не үшін құрметтейтініңізді білуге көмектеседі. Келесі, мақсаттылық. Мақсаттылық бұл мақсат деп аталатын нәтижеге саналы, дәйекті, ұзақ мерзімді, тұрақты бағдарланумен сипатталатын тұлғалық қасиет. Бұл адамның ішкі және сыртқы қарсылықтарына төтеп бере отырып, белгілі бір сипаттамалары бар тапсырманы тұжырымдау, іс-әрекетті жоспарлау, іс-әрекетті мақсаттың қажеттіліктеріне сәйкес орындау қабілеті. Сіздің барлық қасиеттеріңіз мақсатқа жетуге бағытталуы керек. Мақсаттылық негізгі кәсіби сапа. Кез келген салада нәтиже жасай білу бағаланады. Аяқталмаған процесс нәтиже бермейді, бірақ сонымен бірге ресурстарды сіңіреді. Қарапайым істерді аяқтауға кірісіңіз. Біраз уақыттан кейін нәтижеге бағдарлану әдеті күрделі және тіпті көтермейтін жобаларды жеңуге көмектеседі. Мақсатына жеткен маманды кім бағалай алмайды? Құпиялылық. Кез келген ақпараттың жария болуын болдырмау қажеттілігі. Құпия ақпарат қатысушылардың өзін-өзі барынша толық көрсетуіне арналған ақпарат. Құпия болып табылатын, жариялауға жатпайтын құпия. Бұл ұғым құпия немесе құпия ұғымдарымен пара-пар. Құпиялылықтың негізгі міндеті атмосферасын құру, ықпал ететін сенім атмосферасын құру. Өзара әрекеттесу және манипуляция. Байланысты қарым-қатынас әрқашан өзара бір-біріне әсер етеді. Адамның өзара қарым-қатынасы нәтижесінде адам өзгереді, мағыналары байытылған.
Жиі байланыс процесінде манипуляциясыз жұмыс жасай алмайды. Қазіргі әлемде манипуляциялық техника әсер ету құралы ретінде бизнес тұтыну нарығында кең таралған. Манипуляция – өзара әрекеттерден айырмашылығы. Адамның еркіне қарсы жасырын басқару, ұсыныс транстың басшылығы. Серіктес – тәуелді әңгімелесуші, қорқыныш сезімі, кінәсіздік және құмарлық. Осымен лекциямыз аяқталды.